Namaz qiyam, ruku, сәждеден тұрады. Ұстаздар бірінші үйреткен кездерде намаз, руку, қиям, руку, сәждеден тұрады деп үйретеді. Қиям дегені тік түрегеп тұру, руку дегені еңкею, сәжде дегені басты жерге қою. Осы үшеуінен тұрады екен да намаз. Ал енді қазіргі жас келіндер иіліп сәлем беріп жатқанда екі тізесін ұстап руку қылып қояды. Бұл ибадатқа өтіп кетеді. Құлшылыққа өтеді. Құлшылық бұл құлшылық. Бір ғана Аллах Тағаланың өзіне ғана болу керек. Енді бұл жағдай иіліп сәлем беру жағдай рукуге ұқсатып. Бұл бізге тәңіршілерден өтіп келген нәрсе. Тәңіршілерден. Ал енді руку қылып тұрған келінді қойып, және жанына иіліп сәлем беріп тұрған келінді қойсаңыз, екеуінікі бірдей болып тұрады. Руку қылып тұр. Кімге? Аллах Тағалаға. Енді сәлем салып тұр. Кімге? Аллах Тағаланың құлына, өзі сияқты құлға. Сондықтан біз келіндерге айтар едік. Біз келіндерге айтпасақ болмайды. Аллах Тағаланың алдында келіндерге өзімізге ибадат қылдырып жатқанымыз үшін біз жауап береміз Құдайдың алдында. Және десе, ол келіндер де Аллах Тағаладан басқаға құлшылық қылып жатқанда, олар да жауап береді. Керісінше біз келіндерге айтқанымыз жөн болады. Әй, келінім, мынау тырнағыңды алып жүр. Мына тырнағың иттің тырнағына ұқсап қалмасын. Сен енді үйге келін болып түскеннен кейін біздің жағы қазан ошаққа араласасың. Бүткіл тамақтарды сен істейсің. Қолыңда тырнағың болса, жағы үйдегілерге сенің тырнағыңнан түскен жын үйдегілерге кіріп кетеді деп, қайта келіндерге сол жақтарын айтуымыз керек. Және десе, мынау келіндер қастарын жұлып тастай салады. Қас не үшін тұрғанын келіндерге тағы түсіндіріп қойымыз керек. Бұл қас, мынау бастан, шаштың ортасынан шыққан тер көздің ішіне кіріп кетпеу үшін Аллах Тағала мына бір қасты қойып қойған. Мынандай қылып, оны келіндер алады, қырып тастайды, жұлып тастайды, азайтып қояды, көбейтіп қояды, сөйтіп қаспанан ойнап отырады. Шариғатта, хадистерде не дейді? Қасты жұлып алу, гүнах кабира дейді. Гүнах екіге бөлінеді. Гүнах кабира, гүнах сағира болып. Гүнах сағира дегені ол кішкентай гүнах. Гүнах кабира дегені үлкен гүнах. Енді қасты жұлып алу үлкен гүнахқа өтеді екен. Керісінше біз келіндерімізге айтайық, әй келінім, Құдайға құлшылық қыл, Құдайға ибадат қыл. Аллахтың алдында барған кездерде ең бірінші намаздан сұралынады екенбіз. Намаз оқы деп айтуымыз келіндерімізге қажет. Қазір көп келіндеріміз намаз оқымайды, тек қана иіліп сәлем беріп қойса, о, пәленшенің келіні деген жүда жақсы келін. Иіліп сәлем берді деп мақтап жүреміз. Аллах Тағала Құранда кімдерді мақтап қойған? Келіндерімізді соған тәрбиелейміз. Аллах Тағала осындай адамдарды мақтаған екен. Келінім, Аллах Тағаланың мақтаған адамындай болсаң, сен екі дүниенің бақытына кенелесің деп, біз жағы келінімізді Аллах Тағалаға құлшылық қылуға шақыруымыз керек. Енді тағы да айта кетемін. Сәлем салып тұрған келінменен руку жасап тұрған келінді қатар қоятын болсақ, екеуінікі бірдей. Енді руку жасап тұрған келін не істеп тұр? Құдайға құлшылық жасап тұр. Сәлем жасап тұрған келін не істеп тұр? Алдындағы өзі сияқты құлға, Аллах Тағаланы жаратқан құлына ибадат жасап, құлшылық қылып тұр. Бір кездерде осыны Балғынбек Имашев деген ініміз сәлем салу дұрыс емес деп бір жерлерде айтып қалған екен. Елдің бәрі жабылып, мына Балғынбек Имашев сәлем салу дұрыс емес деп айтты деп, ең ақырағында Балғынбек елдің барлығы жағы не қылып тастағаннан кейін, ұрсып тастағаннан кейін, ой, мен айтқаным жоқ ондай деп айтқаным жоқ, тек аузымнан шыққаным жоқ деді. Енді қай жерде кездесіп алып, сен
сондай сәлем салуды дұрыс емес деп айттың деген болса, мен дұрыс емес деп айттым деймін. Неге дегенде мен түсіндіріп жатырмын тағы да. Рүку қылған келінді қойып қойыңыз. Сөйттіңізде сәлем салған келінді соның жанына қойыңыз. Екеуінің иілгені бірдей болып тұр. Аллах Аллах тағала Құранда не дейді? Иілгендермен бірге иіліңдер дейді. Кімге иіліңдер? Аллах тағаланың өзіне ғана иіліңдер деп жатыр. Сәлем салуды Аллах тағала Құран Кәрімде аятта келтіріп қойды. Бірінші көрген адам ассаламу алейкум деп сәлем берсін дейді. Кейін жауап беретін адам ва алейкум ассалам рахматуллах ва баракатух деп жауап берсін деген мағынада Аллах тағала Құранда аят келтіріп қойды. Сондықтан келіндеріміз ассаламу алейкум деп сәлем берсе, сонда тіптен жақсы болар еді. Ал енді мен өзімнің келіндеріме жаңағындай сәлем бергізбеймін. Ондай сәлем бергенше қарағым, мені көргенде кетіп қалғың, сәлем бермегің. Мен саған құдай емеспін. Берме сәлемді деп мен сондай зекіріп тастаймын. Неге дегенде мен өзіме адамдарды сәжде қылып атқандығым үшін мен Аллах тағаланың алдында жауап беремін. Бәріміз қорқуымыз керек. Келіндерді алып, өздеріңе сәжде қылдырып атқандарың үшін Аллах тағаланың алдында жауап бересің. Ей келін, сен Аллах тағалаға ғана иілгің, басқа біреуге иілмедің деп айтуымыз керек. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам біреуге сәлем берілгенде басын сәл жоғары ұстап қояр екен. Иіліп қалама. Иілу деген тек қана Құдайға ғана болу керек. Иіліп қалама деп басын сәл жоғары ұстап қояр екен. Сол сияқты біз әрбір сәлем берген кездерде бастарымызды сәл жоғарыңқырай ұстап ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух деп сәлем беруіміз керек. Алланың саған сәлемі болсын, және берекесі болсын деп біз сөйтіп сәлем беруіміз керек. Ана иілгенде не тұр? Ол өзі бұрыннан келетқан нәрсе деп қояды. Біздің қазағымыздың дәстүрі деп қояды. Дұрыс. Енді қазағымыздың дәстүрі ол тәңіршілерден бізге өтіп келген. Тәңіршілер не болса соған олар иіліп сәлем бере береді. Анау қасқырдың сарпайын Алматыда бір қыз сатып отқан екен. Мен өткенде телефон нөміріменен шығарып қойғам. Тәңіршілер сол қасқырдың сарпайы. Сарпайы деген қасқырдың зәр шығаратын, нәжес шығаратын жеріне иіліп сәлем береді екен. Және десе бір тәңірші бала шет мемлекетке барып бір бұқаның мүсінін қойып қойған екен. Соның астындағы пәленшесінен құшақтап тұрып сұрап жатыр да. Бақыт сұрап жатыр, жақсылық сұрап жатыр. Сөйтіп алып айтып жатыр: мен мынау бұқаның пәленшесінен қастыра құшақтап ұстап тұрайын, сіздер маған лайк қойыңыздар. Мен себепті сіздерге де байлық өтеді, жақсылық өтеді деп жатыр. Біз не көрінген нәрсеге иіліп сәлем бере бермейміз, кім көрінгендерге сәлем бермейміз. Мұсылмандар біздер бір ғана Аллах Тағалаға сәлем береміз. Ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах.